Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінде өңірлік үйлестіру кеңесінің кезекті отырысы өтті. Облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Манкеевтің төрағалығымен өткен жиынның күн тәртібінде 12 жоба қаралып, оның 11-і кеңес мүшелерінің қолдауын тапты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Өңірлік үйлестіру кеңесінің отырысын ашқан облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Манкеевтің айтуынша, қаралатын жобалардың бәрі де жүзеге асатын болса, кәсіпкерлер тарапынан 500-ден астам жұмыс орны және жаңа 20 жұмыс күші пайда болмақ. Рассматриваем это оказание, конечно же, государственной поддержки. Бүгінгі мәселелер мемлекеттік қолдау, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының бірінші, үшінші бағыттары бойынша екінші деңгейдегі банктердің пайыздық субсидия беру және оның мерзімі қазіргі қаржыландырудағы өзгерістер жайлы болмақ. Қаралатын 5 жаңа жоба қолдау тапса, 3 жыл көлемінде 340 миллион теңге субсидия беріледі. Күн тәртібінде кеңес мүшелерінің назарына ұсынылған алғашқы жоба Қызылжар ауданының жеке кәсіпкері Елена Пальчковскаяға тиесілі. Кәсіпкер Қызылжар ауданы Пресновка ауылынан дүкен сатып алу мақсатында 5 миллион теңге несие алып, оған 705 мың теңге субсидия сұрап отыр. 18 сентября 2015 года было осуществлено финансирование данного проекта на сумму 5 миллионов тенге. 2015 жылдың 18 қыркүйегінде осы жобаға 5 миллион теңге қаржы бөлдік. Несие 14% мөлшермен 36 айға берілді. Ал жобаның негізгі құны 6 миллион 900 мың теңге. Оның 1 миллион 900 мыңы кәсіпкердің жеке қаржысы. Бұл жобадан салық есебінен 3 жылда мемлекет қазынасына 1 миллион 547 мың теңге ақша түседі. Ал субсидия 705 мың теңгені құрап отыр. Өңірлік үйлестіру кеңесінің мүшелері ұн өндірісінің айналымын ұлғайту, техника паркін жаңалау, жиһаз өндіретін құрылғыларды жаңғырту, макарон өнімі, жартылай фабрикаттар, пісте және де тағы да басқа өнімдердің көлемін ұлғайту және жаңғырту бойынша жобаларды мақұлдады. Диірмен кешенінің қуаттылығын артыру жобасымен келіп отырған ДЕС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің де өтінімі жерде қалмады. Былтырда мемлекеттік бағдарлама бойынша субсидиялап 13 мың тонналық қойма салдық. Қазіргі уақытта кәсіпорнымыз өнімнің 75%-ын экспорттайтындықтан бізге тағы да біраз бидай алу қажет. Сондықтан да мемлекеттен 230 миллион теңге сұрап отырмыз. Осылайша күн тәртібіне шығарылған 12 жобаның 11-і өңірлік үйлестіру кеңесінің көңілінен шығып қолдау тапты. Самат Сапаралы, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.